Бұл ой маған 5 жыл бұрын келген болатын. Мен өзім футболды жақсы көремін. Футбол ойнағаныма да көп болды. Бірақ қаламызда футбол алаңдары аз, сондықтан ойнайтын жер жоқ. Мен игілікті істің тиімділігінде түсініп кәсіпке айналдырдым. Меня зовут Наталья, я футболист. Красавчики, давайте. Давайте, сейчас бежим все за тренером, тренера не обгоняем. Мен Атамекен арқылы мемлекеттік бағдарлама бар екенін білдім. Палатаға барғанында олар маған кепілдемемен қажетті соманы алуға болатынын айтты. Мен барлық құжаттарды жинап берген соң, маған кепілге ақша берді. Бұл құралдың барын қалай білдім? Менің өзімнің той өткізу агенттігім бар. Бұған дейінде осы бағдарлама бойынша 12 миллион теңге субсидия алған. Сондықтан мұндай көмектің барын бұрыннан білдім. Добышев түспесінде биіктігі 8 метрлік қоршаулар жасадым. Астанадан соңғы үлгідегі түкті төсемдерді арнайы алдырдым. Оның түгі 5,5 мм. Шындығында өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда жұмыс әлі жеткілікті. Бұл жерге резеңке төсеме төсеп, бәрін тегістеу қажет. Әр сенбі сайын футбол әуесқойлары лигасынан келіп, осында ойнайды. Футбол әуесқойлары лигасының біздің қалада филиалы бар. Ол ұйым Қазақстанның барлық өңірінде құрылған. Әр сенбі, жексенбіде олар бізде ойнайды. Менен алаңды жалға алады, фирмалар жалға алады. Күндіз әр аулалардан адамдар келіп футбол ойнайды. Меніңше, Қазақстанда кәсібіңді ашып жүргізуге болады. Себебі егер бұл бағдарлама болмаса, онда мына футбол алаңы болмас еді. Онда балалар да ойнап жүрмесе. Футболдан жаттығуға келетін балалардың саны ай сайын артып келеді. Қазіргі уақытта футбол Көкшетауда да, Қазақстанда да жақсы дамуда.